Күннің хайырлы сағатында, мұхтарам тамашашылар, сіздің иқтибарыңызға, сіз күтмеген, сізге керекмеген, бізге керек болған яңа тапшыру. Тапшырының исемін әлігі айтмаймын, біз ана қазір білмей тұрсың. ішіміз бірге тіге монитор етіп айтырбыз, презентация асарбыз. Әлігі тапшыру нәрсе тұрында боласың. Келді кетті, мағынасыз, Толықсыз, Фикірсіз. керекмеген. Тузға язмаған, хашарәтский. Мәғінесіз. Темсіз. Міне мұндан алынған яңалықлар. Ерата тұрған яңалықлар. Тапшырының исеме Бушбашақ. Бушбашақ тапшыру. Башлап қарайбыз ма? Кеттік. Тапшырыбыз ярлы, фикірлеріміз фәқир. Һәм біз мұның білән ғырур. Әгер де нәрседе болса жазасыңыз келе екен, бір нашар, негатив комментарийлары. Мұнда жазыңыз, біз күтеміз оларды. Үш ең бірінші нашар фикірге, комментарийға бізден бөлек, бізден де сізге комментарий болашақ. Тағында нашарырақ. Тағында нашарырақ. Онымен, әгер де ішігізді буығыз қойны екен, мұнда бәріңіз, себегіз. Мұнда деге халық мақаледе туры келмей бар бейт, тош атқанға ош ат дейлер бейт, бізді тош атқанға біз бұқ атабыз. Тизек білен атабыз. Онымен аңлағансыз ендірінде, нендірек форматта әлігі тапшыру болашақ. Біз сізге береміз түрлі темаларына негатив комментарийлар қалдырға. Хам барлық болған, нашар ойларыңыз, фикірлеріңіз, негатив комментарийлар қалдырыңыз мені шушында, шушы видео тасмастында. Күтеміз. Тілесі қоя язды, тілесі кімді ізлеп отырған Үкәлеті. Кірдің, яздың, ішіңде болған. Сезем, кімдер қатты яза башлады енді. Кімдер бұлар екісі мұнда, минутырда язғындар. Аға, мұна минутырда яза башладылар. Нәрсе язар, айдалі. Мұнамды ез білен. Скітсін. Шушыда біздің Жүрі бейт. ішлері біткен. Ярай, яңалықларға күшеміз. Ақсубай райыны, Ибрай ауылында, Гүлшай Бері апа сиыр сауып сарайдан шыққанда 10 литр сүтін ишік алдына түге, сибе, шеше, түгілі. Ишік алдында иқатасында сүтлі бұзылауық барлыққа келе. Сүтлі ауық. Неге еменде сүтлі ауық? Но итіклі хоккей ойнасындар үшін деймін. Бұл тігі болай ғана? Біздің Қозанның топ алып барушылары итіклі хоккей ойнасының үшін жиылышы бай ма? Нақ міне Гүлшай Бері апаның төгілген сүт үстінде. Ишік алдында. Сүтлі хоккей. Сүтлі хоккей. Итікліден сүтлі хоккейға күшеміз. Яры егітлер, әдәгіз екінші темаға күшеміз. 1, 2, екінші тема. Бұл репетициясыз мен. Мұны көрмедім да, мәселешілер әмінлерін оңламадым да. Яңалықлардан тыш, біз әлі тотар интернетына түгелерек болсақ, тотар шәхіслерінің тотар интернетына тәқдим еткен продуктларын шейнерге, оларға анализ жасарға тырышашақпыз. Нәқшылай. Бұл анализіне хейтерлар бұлай да қар күн ясап тұралар. Но бізден күтіліп алма. Хейтер дегеш міне. Хейтер дегеш. Мәселен, менің көз алдыма хейтер дегеш мендер бір 13 яшылық, 12 яшылық хәтті бір маңқа келіп баса. Ондай. Бітшәлі. Көзлігі жоқ, бейсбол қысы мұнда. Иннесәді, менімше. Тотар хейтерлары алдын дейді түгін. Жоқ, оны. Бұл қойсы екет хейтері. Бұл көбірек үрдек көте, ну бар орда. Просто хейтерлар үрдек көте, міне бір. Біздің хейтерлар үрдек көте. Міне сізге яңа бір... Ошиларда тұрыдан тұры шығалардан қоялар. Өздерінде тұтмай. Яңадан міне заманша татар халық мақалы. Хейтер бейті үрдек көте. Хейтер бейті үрдек көте. Міне нәқшылай. Есіңізде қалдырғыз. Аның бейт қәтті де мәші үрдектің ортығына шыға тұрмай бір ауызынан шыға. Әминім! Мөнердің яңа жырып! Біздің тотар интернеті түрлі блогерлар білен тұлған. Оларның соны бейхисап, біз олардың сонап та тұрмадық. Лекін бірсінде міне бір егіт
бір егеттің битінде аккаунтында тоқталарға болдық һәм аңа қысқаша анализ жасарға болдық. Кім мекенсің ол? Кім ол? Искендер Гайсин. Біріншіден, айдагыз ұнытмайық. Біздің тапшыру тиеш бұл сөзін айтырға. Біріншіден айдагыз ислеріне түсірік тамашшығыздың. Искендер, шүкі башынт Искендер. Мұны ұнтмасқа керек. Мана халық білдірге тегіс шайы. Жоқ, бұл бір Искендер білгенне бәйлі түгіл. Барлық болған Искендерлер білген бәйлі. Бұл сеніңше қызық енді, емі? Жоқ, бұл сеніңше қызық. Бұл хейтерлар үшін ризық. Бұл хейтерлар үшін шындай бір түплі тема. Бұнақа жазып қойдылар. Искендердің посты астында жазып қойдылар. Искендер, сенің башыңды Искендер. Мен әмінді ез білен. Ой, ұпкелетті, прям ұпкелет әшәк енді. Бетінде, ұпкелет пе бетінде? Мен әулеметі, мен еші қандай сізін әйтірге ярамын интернет шектерлерінде. Так, но видеосын қарап өтейік әлі, нінде болса. Корали нинди кыз? Айдали оның yanında тұқтық әлі. О, ничего себе. Давай, музыку только включи. Я не шмакодявка. Келшем. Что-нибудь другое давай, а? Etsiz motor kızlar nik şayartasız Yüreğimnin yanıların anlamayısın Сүнді, қапынның. Давай енді қабас. О, все, қазір грузится екен. Деньгами приходится делиться. Бірнені де репетициясыз, сценарийсіз өзіміздің фикірімізді жеткіреміз Искендер білен бейлі. Біріншіден, Искендердің татар тіліне маңқұрт кек айткен. Һәм, мына мен шул видеоны қарағанда Искендердің мынамда тілінде, мына бұтшында, бәлікеген ұшындай татуировка көрдім, тәрі. Бәлкі түкіріктір мен бақы оңамадым, я укроп. Әйтем татар тілі ақсый Искендердің. Но видеоларға келгенде, мәселен, нешік деп айтайым енді, аның іштәлігі әймі. Ол андайын дейдер болташ малайы білән ішлеген. Болташ? Болта тұтып, бұл жігіт күн ұзын, ішлеп, yoğman, korayangan. Yok bu. Yok, gerek var korayan. Ayı. Anladı. Eydegіз biz ona қағылмайбыз әйме ол егітке. Kumurtау егіт. Kumurtаудан келген егіт әйме. Kumurtаудан келген, Донецктан келген егітіміз. Біз міне искерерге керек, айтерге керек. Міне ул жігітнің, иностранец жігітнің татарша сөйлеушіге ұмтылышы көпке юғарырақ шем Искендердің өзіне қарағанда. Міне хатта сенен де көбірек шем дейдің ішелі. Искердім, сездім. Искендерге қарағанда міне Искендердің бір видеосын ешетті көрдің ме? Оңа қадар бір деген моторына сөйлешіп отыра едім. Егітлер, мендерек вердикт шығарабыз. Мәселен, мен өз фикірімді айтам. Меңа әлегі продукт ұшап бітмей. Нәрсеге? Аңлайтын ма, айтайын ма? Айдалі. Ну, шам и все. Мен айтайын ма, мен нәрсеге бұл продукт ұшап бітмей? Нәрсеге? Ол меңа ұшар үшін қит әзгіне болса да тұрыша алайды ме? Міне, аңғатты. Искендер, башыңды Искендер. Яры. Иске тұрысек. Искенбол. Искедрус. Искендер, не, сен олай қаты бәрілме? Бұл бары тек шығартып қына, сенің ұшыңда, сенің бары тек ижады юмыршылар тілеп қалабыз. Бәлкі сенің татар тілің қашанда болса қамилләшір. Гәті еш. Жоқ, мұнда айтерге керек бейтелер өйт кішкіне шақта. Текшірем, кіріп текшіріп қарим аннарысын. Айдагыз, тамамлық, Искендер білән, мәна шушы Искендердің әңгәмі бізіне бір фикір білән. Искендер, я татар тілін әйбәтләп үйрен, я ішқым Инстаграмнан. Мен бір сөзді айта алмайым мұға. Айдагыз әлі татар эстрадасының ерақ кетмешегіне біздің ератқан видеоклипларда тоқталайық әлі. Татар эстрадасына, татар дүниясына, татар интернетына, татар ютубына кім нинди яңа клип шығарды. Яңа клип барлыққа келді, әлі көптен төгілгені. Пейда болды деп айтегенде. Интернет кеңліклерінде Фанил Ваказовның ярату версия 2.0. Das ist Фанил Мелкогусев. Mr. Boran. Ich bin Feinal. Бұл версия 2.0 деген ешілер клип екенлігін суретлеймісің ол неше керек? Нәрсе сездің, нәрсе көрдің бұл клипта. Міне мен айта олам жегелдер. Мен бұл клипта,
Теге иртүктә кичтә карадым берсендә, эштә дә карадым. Мин ул клипта менә әйтә алган нәрсә бар. Нәрсә? Анда бар фәнил. Фәнил, наука страна. Юк, анысы бар, ярый. Кызы матур шибәр. Бик. Килешәм. Егете юк. Аңлашыла. Ну, без теге егет буларак инде, әйме? Шулай теге бәя бирәбез инде. Егетләрне бәяләү авыр. Кызыксынмый без егетләр белән. Гомумән мин ничектер бәя бирә алмыйм егеткә. Менә шуңа күрә, ну, нормальдыр инде ул. Миңа калса нормаль күренеш. Без хәзер монда егетләрне дә матур дип утырсак, теге. Анысы бер, Бигә булачак. Без хәзер егетләрне матур дип утырсак, бигә булачак, аны тагы да күбрәк халык шәйничек. Егетләр турында матур, ямсыз дип утырар. Шәйнәгез. Нәрсә күрдек тагын? Бу заманча клип. Яшьләр өчен төшерелгән, әйме? Фәнил Ваказов, яшь дип инде. 35 яшама. 35 яшьлек 35 яшьлек яшь егет. Башында аның шәше юк. AirPods урынына шыбыксыз теге наушниклар урынына шыбыклысын тыга. Ну, уже яшьләр өчен түгел. Юк. Бу как раз таки теге безнең яшьләр өчен. 35-40. Мен әйтә алам, Роберт, шыбыклы наушникны әле минем бабай килеп йөри. Начар ишеткәндә, аның нәкъ шундый шыбыклы наушник менә монда. Мин һаман киеп йөрим аны. Ничектер теге бабайдан калган ул миңа. Пионерский. Кадерләп тотам мин аны шундай. Менә, тагын нәрсәләр бар анда. Бу клипны карап әзрәк тыңлап узабызмы? Тыңлап узабыз, әлбәттә. Хыялларым шында ачты минде. Мәңгелеккә яратырга синне. Янымда калам. Фәнил, ну, сен бит алай жырламыйсың. Сен бит өз гомереңдә дә алай дип сөйләшмисең. Фәнил, нәрсәгә син шулай дип сөйләшәсең? Нәрсә булды соң сиңа? Тотып алдылармы? Юк, ну, Фәнилнең ничек жырлаганын мин беләм. Ничек сөйләшкәнен дә мин беләм. Нәкъ шулай. Алай дип сөйләшмәй. Егетләр алай дип сөйләшмәй. Нормаль сөйләшә. Мин белмәйм нәрсә булды. Ну, әйтәм, тотып алганнар. Фәнил, бүтән алай жырлама. Жырла, но алай түгел. Ярыймы? Тәкъдим, киңәш. Хәзер монда Фәнилнең бандасы теге җанатарлары тутырраха, монда все күрәк. Тизәк ыргыталар комментарийлар. Көтәбез, авыл килегез. Тутырыгыз. Языгыз монда менә безнең бу видео астында теләсәң инде тузга язмаган, мәгънәсез, начар, негатив комментарийларыгызны без аларның барысын да кабул итәчәкбез. Тагын нәрсәләр бар бездә интернет киңлекләрендә? Алло. Сәлам. Юк, инде кирәк түгел бер инде булмай, рәхмәт. Нидер булмай тәкъдим итәр. Болмай, кстати, Болмай егетләр турында. Егетләр Болмай дигән продакшн булдырдылар. Зарны беләбез, әйтик. Әлеге продакшнның җитәкчеләре Рафил белән Марсель. Ну, егетләр, нәрсә булса ясагыз инде. Сәбәп бирегез дисез генә бу парга. Сезне шәйнәргә, нәрсә булса әйтергә, Әле кеше кебек тә алар кеше буларак та әйбәт кешеләр үзләре. Бер сүз әйтеп булмый. Начар әйбәт Собакалар. Нормальный кешеләр, ну собакалар. Нормальный кешеләр. Бер сүз әйтеп булмый. Ул ярамыймы? Просто алар ике утыралар, монда аларның өстендә түгәрәкләре бар даже. Тукта, егетләр. Бәлкем Фәнилгә Ваказовка клипны сез төшергәнсездер. Менә хәрәкәтрәк. Рәхәтме? Менә хәрәкәтрәк. Ну, егетләр, Юк, алар әйтми. Алар түгел. Алар әйтмейді. Алар ясаса да әйтмей аны. Менә Марселга ничә яшь? 35 булсын. Менә 35 булсын, хәт бер мәртәбә сугышып полициягә эләксәне, шәйнәргә. Бер начар әйбер юк. Яңалык бармы тагын бер? Миндә булса яңалык бармы? Сәламәт бул. Безгә анда яңалыклар кирәкми. Рәхмәт. Ширле яңалык кирәкми. Ширле яңалык дигәч, шул ширле яңалыкта туктамый. Күптән түгел генә үзенең Instagram аккаунтында TMTV-ның баш мөхәррире Алмаз Гыйлметдинов
неде бүйүк киши турунда сүйлөшөбүз. Абдулла Токай турунда түгел, биз Алмаз Гылмединовдун сүйлөшүбүз. Алмаз Гылмединов bir пост урнаштырды. Бу инде ТМТВда баруучу тапшыруу хурлук демейди, мактабы тактасы деп аталат. Рамиль Аймуддиндин тапшыруу. Ошондо татар эстрадасы артисттары ниндиде болсо бир комментарий окуйлар. Комментарийга жооп берелер. Мына Алмаз да ушундай жооп берди. Ничего не меняется из года в год, одно и то же. Татаржера, ТМТВ, Татаржера, ТМТВ премия и ведущие. Скучные и неинтересные. Заученные тексты, искусственные фразы. Вам нужно больше равнять под российские телеканалы. Муз-ТВ, например. Там ведущие постоянного из года в год какие-то фишки новые придумывают. Гульназ Сафарова, Айваз Садыров. Курсетегиз бу. Комментарий. Тут написано про неинтересные заученные тексты, про искусственные фразы. Вам нужно больше равнять. Біз шу комментарийға шәп бір пародия таптық. Шип-шиста пародия. Мына өзіңіз ышанмасаңыз болады, өзіңіз тыңлағыз. Айда. Әзірме жігітлер? Айда. Айдагыз. Не? Шағат. Шағат. Оңышылар сен алмас. Но... Что, нешек? Бірінші тапшыру үшін? Ну, нормально вроде. Жоқ, менімше гәуне. Гәуне? Жоқ, гәуне болырға теші. Біз шуңа ұмтылдық та бетінде. Тоғыда сосарақ болмады ма екен бұл гәунеден де? Жарай, айдагыз. Давай жегіл. Сен сау.